Баршаңызға қайырлы күн. Макви торт көрсететін боламын. Сатылымға шығарсаңыздар да болады. Үй жағдайда жасалу жолмен бөлсемін. Парақшам пайдалы, подписка бөліне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Иленген ұнымызға кукурузник крахмал салатын боламыз. Жүгері крахмал болмайды. Дайындап қойған макымызды салатын боламыз. Ванилин салатын боламыз. Бір пачка қолдандым, салмасаңыздар да болады. И разғетілден бір қасық салатын боламыз. Қасығымызда құрғақ ингредиенттерімізді араластырып алатын боламыз. Жұмыртқамызды миксерімізбен араластырып алатын боламыз. Бөліп шекерімізді салатын боламыз. 3 бөліп салдым мен өзім. Шекеріміз толықтай еру керек. Қолға істеген кезде білінбеу керек. Шекеріміз полный жоқ болу керек. Бөлме температурасындағы сармайымызды суытып салатын боламыз. Жұмыртқамыз қараңыз көтеріліп әдем болды. Сол кезде жайлап бөліп ұнымызды салатын боламыз. Сәл басынады. Оған назар аудармай қойсаңыздар. Осылай толықтай миксерімізді алып, лопаткамызбен жан-жақтарын алып, толықтай ұнымыздың араласқанын көретін боламыз. Астындағы қағаз мендегі пергамент ұзаққа шыдайды, алуға кеңес беремін. Мендегі кольцевой 22 диаметрі өлшеп алдым. 1,5 ожау салып, лопаткамызбен бетін тегістеп алатын боламыз. Жаңа жыл, 8 наурыз, ұлттық мерекелер кезінде осы тортты заказға шығарсаңыздар болады. 10 күн алдын дайындап қойсаңыздар да болады. Осылай бетін тегістеп алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 6-7 минутта пісіп қалады. 20% қаймағымызды алып, сахарный пудрамызды алып, бөліп салатын боламыз. Осылай бөліп салатын боламыз. Әбден араластырып, сгущенка молокомызды салатын боламыз. Мен қоңырын қолдандым. Шет жақтарын лопаткамен тазалап жіберіңіздер. Килолық сгущенканы да алсаңыздар болады. Менікі магазиндегі бутылкадағы сгущенка. Әбден араластыратын болдық. Араласып болғаннан кейін лопаткамызбен шет жақтарын тазалап алатын боламыз. Коржіктеріміз суығаннан кейін диаметрімізге салып жинайтын боламыз кольцевойға. Коржіктің арасына бір ожаудан кремізді салатын боламыз. Коржіктер жинаған жерім түспей қалыпты видеоға. Бетін пищевой пакетке жауып 3 сағатқа кемі қойып қойдым. Негізі жаңа жыл, наурыз, мейрамдарда 10 күнге қойып қойсаңыздар болады морозильникке. Вафельный кружкамын пайдаландым, азғандай қалыпты. Бір коржығын алып, майдалап, беттеуін сәндесеңіздер де болады. Тортты жинап болғаннан кейін қарасам, вафельный кружкам азғандай қалған ғой. Морозильниктегі коржіктерімізді алып, бетін ашып, сәндейтін боламыз. Кольцевойдан абайлап шешіп алатын боламыз. Лопаткамыздың көмегімен шет жақтарын туырлап, бет жерін туырлап жіберетін боламыз. Вафельный кружкаларымызды шетіне сәндеп шықтым. Көптеу болса беттеріне де істеп шықсаңыздар болады. Бетіне Рафаэлланың кружкасын сеуіп шықтым. Парақшам пайдалы, подписка бөліне тіркеліп, қоңыраушаны басып, астына комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мастер-класстармен бөлісетін боламын.